Шәуәл айындағы 6 күндік ораза. Дінімізде кейбір уақыттардың өзіндік ерекшеліктері мен қасиеттері бар. Рамазан айының артынша келетін Шәуәл айының да өзіне тән артықшылықтары көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәллям: кімде-кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады деп, бұл айда ұсталатын 6 күн оразаның мол сауабын сүйіншілеген Сахих Мүслім. Бұл ораза сауабының 1 жылға пара-пар келуін былайша түсінуге болады. Алла тағала Құран кәрімде, кімде-кім бір жақсылық жасаса, оған оның 10 есе қарымы беріледі деген. Ғалымдар Шәуәл айындағы 6 күн оразаның 1 жылдық сауабын осы аятпен байланыстырады. Рамазан айындағы 30 күн мен Шәуәл айындағы 6 күн қосылғанда 36 күн болады. Бұл сан 10 есеге көбейтілсе 360 күнді құрайды. 1 жылдың қалған 5 күні ораза ұстауға болмайтын Рамазан айтының алғашқы күні мен Құрбан айттың 4 күні. Оразаның әрбір күні 10 есе молайса, онда 36 күндік оразада 1 жыл ауыз бекітудің сауабы бар. Сондықтан Шәуәл айының 6 күндік оразасы туралы айтып өтейік. Бірінші Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза болып табылады. Яғни, мұны ұстау ешкімге міндет емес, адамның өз ықтиярында. Дегенмен, мұны ұстамаған жан жоғарыда келтірген пайғамбарымыздың хадисіндегі 1 жылдық оразаның сауабынан құр қалады. Екінші Шәуәл айының нәпіл оразасы тек Шәуәл айында ғана ұсталады. Және оны айт күннің 2-ші күнінен бастап ұстаса болады. Үшінші Шәуәл айының нәпіл оразасын арасын үзбей қатарынан, сонымен қатар арасын үзіп бөлек-бөлек күндерде де ұстауға болады. Төртінші Рамазан айында түрлі себептермен кей күндерін қаза етіп алған кісілер Шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуіне де, сонымен бірге Шәуәлдің 6 күндік нәпілін ұстаса да болады. Дегенмен Рамазан оразасын толығымен ұстау Алла тағаланың бұйрығы екенін ескерген жөн. Ал Шәуәл айында 6 күн ораза тұту пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уә сәллям сүннеті болғандықтан алдымен оразаның қазасын өтеу абзал. Себебі адамның белгіленген ажалы айтпай келетіндіктен, алдымен парыз оразаның қазасын толық өтеп, нәпіл оразаны одан кейін ұстаған дұрыс. Бұған қоса жоғарыда келтірілген хадисте Рамазан оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса делінгенін ескерсек, әуелі Рамазанның қазасын өтеудің абзалдығын ұғамыз. 5-ші осы айда қаза оразасын ұстап, нәпіл ораза ұстауға уақыты жетпей қалған адамдар үшін де Шәуәл айының уәделі сауабы үміт етіледі. Бірақ бұл нәпіл оразаға уақыты жетпей қалғандар үшін. Әсілінде әр оразаны жеке-жеке ұстау қажет. Бұл жоғарыда келтірілген 1 жылдық сауаптың математикалық есебіне де сай келіп тұр. 6-шы Рамазан оразасын ұстамаған адамдарға да Шәуәл оразасын ұстауына болады. Алайда олар пайғамбарымыз сүйіншілеген 1 жылдық оразаның сауабын ала алмайды. Себебі Рамазан оразасы парыз. Оны ұстамау үлкен күнә. 7-ші Шәуәл оразасы да Рамазан оразасы секілді таң намазына 10 минут қалғанда ауыз бекітіледі, басталып шам намазына дейін жалғасады. 8-ші Шәуәл айының 6 күндік оразасын әр аптада 2 күнге бөліп, әсіресе аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері ұстаса, нұр үстіне нұр. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәллям: дүйсенбі күні мен бейсенбі күні апталық істеген істер Аллаға ұсынылады. Менің істерім Аллаға көтерілерде аузымның берік болғанын ұнатамын деді Тирмизи. Рамазаннан кейін Шәуәл айында 6 күн ораза тұтудың жыл бойы ауыз бекіткенге теңестірілуі Алла тағаланың мейірімінің шексіз екенінің бір көрінісі. Яғни, Хақ тағала өзіне тән рахыммен құлының жасаған ғибадатына бірнеше есе артық сауап жазып, ақыретімізді құтқаруға илахи мол мүмкіндік тудырады. Дегенмен алдымен парыз оразасының қазасын бірінші өтеу керек. Қаза оразалардың ниеті алдыңғы күннің ақшам уақытынан бастап, сәресі уақыты біткенге дейінгі аралықта, ертесі таң намазының уақыты кіргенге шейін жасалуы шарт. Нәпіл оразасына, мысалы, Шәуәл айындағы оразаға, ертесі күні түске дейін, яғни, ұлы іскеге дейін, күннің тас төбеге келген уақытқа дейін, еш нәр татпаған болса, ниет етуге болады. Мысалы, таң намазының уақыты кіріп қойғаннан соң ұйқыдан оянған кісі, еш нәр татпастан сол күнгі нәпіл оразаға ниет етіп, ұстап кете беруіне болады. Айт мерекесінен кейін бірінші Шәуәл айының оразасын ұстау керек пе, әлде Рамазан айының қазасын өтеу керек пе? Ол өз ықтиярыңыз. Рамазан айының қазасын өтеп болғасын Шәуәл айының оразасын ұстаймын десеңіз де, 6 күн нәпіл ораздан кейін парыз оразаның қазасын өтеймін десеңіз де, еркіңізде. Тек екеуіне қатар ниет етуге болмайды. Дегенмен парыз оразаның қазасын бірінші орындаған абзал. Рамазан айының оразасын ұстамағдар да Шәуәл айының оразасын ұстаса болады ма?
Белгілі белгісіз себептермен Рамазан айының оразасын ұстай алмаған кісі Шәуәл айының оразасын ұстауына болады. Дегенмен мүмкіндігінше алдымен Рамазан айының парыз оразасын ұстағаны дұрыс. Егер биылғы Рамазан оразасын ұстай алмаған болса, Шәуәл оразасын ұстауға ниеттеніп отырса ұстасын. Бірақ келесі жылдардың Рамазан айының оразасын ұстаймын деген ниеті болсын. Себебі Рамазан оразасы мұсылмандар үшін парыз.